Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай ерекше, өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып пісетін, ортасында начинкасы бар булочки дайындайтын боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз қайнағанда емес, салқында емес, жылы болу керек. Содан кейін тұзымызды қосамыз. Артынша қантымызды қосып, ашытқымызды қосамыз. Содан кейін қасықтың немесе шанышқының көмегімен осылай араластырып аламыз. Содан кейін үстінен бір жұмыртқамызды қосамыз және де сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Қантымыз еру керек. Содан кейін үстінен електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Бұлардың құрамын, қанша граммнан қосу керек екенін описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Енді ары қарай қолымызбен қамыр илейміз. Айналасын барлығын тазалап, ұндарды алып, ұнды плюс-минус 50 грамм деп аласыздар. Қолға жабыспайтын қамыр шығу керек, бізде жұп-жұмсақ. Қолға күш салмай осылай айналдырып отырып, қамырды илейміз. Міне жарты сағаттан кейін бізде қамырымыз осылай көтерілді. Енді осы аралықта пешімізді қыздырып дайындаймыз. Кішкене ұн сеуіп, қамырымызды түсіреміз және колбаса пішінге келтіріп, ұзынша етіп, қолымызбен айналдырып созамыз. Енді осыларды бірдей бөліктерге бөлеміз. Міне осылай домалақ пішіндер бізде шықты. Мен осыны бірдей болу үшін 70 граммнан таразымен өлшеп, барлығын 70 граммнан қылдым. Ары қарай оларды оқтаудың көмегімен жаямыз. Және ортасына начинкамен де вареная сгущенка. Сіздер джем, тағы басқаларын салсаңыздар болады. Міне қатты қалыңда, жұқада болмау керек. Мықты жұқада болып кетпесін. 1 шай қасық немесе 2 шай қасық саласыздар. Содан кейін жандарын жақсылап түйіп шығасыздар. Ашылып кетпеу керек. Ашылып кетсе, ортасында начинкамыз төгіліп қалады. Міне дәл пирожкидің пішініндей болады. Енді бұларды көтерілуге 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, жұмыртқаның өзін немесе сарысын жақсаңыздар да болады. Содан кейін әдемілік үшін мен кунжутты пайдаландым. Осылай сеуіп шығасыздар. Сіздерде не бар, соны қолдансаңыздар болады. Енді қызып тұрған пешімізге дайын болғанға дейін қалдырамыз. Міне біздің булочкилеріміз пісіп дайын болды. Енді бетінен ситаның көмегімен осылай қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Және де мен осының үстінен шоколад ертіп, ерек-ерек сызықтар сызып шықтым. Негізі бұлар міндетті емес, бірақ өте дәмді әрі балдарыңыз сүйсініп жеу үшін осылай жасауға кеңес беремін. Менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне бізде булочкилеріміз дайын. Енді шоколадтар қатқанға дейін осылай кішкене қолға жабысады. Бірақ бір жасап көрсеңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған сандуғаш барлықтарыңызға ас болсын.